Сәлеметсіз бе оқушылар, бүгін сіздермен алгебра 9 сыныптың алгебрасының комбинаторикаға арналған А және Б тобының есептерін қарастыратын боламыз. Және ол 8-ші параграф санның факториалы және орналастырулар мен алмастырулар. Бүгін сіздермен осы тақырыпта екі деңгейді бірдей қарастырамын. Және уақыт созбай сіздерді бірден есептен бастап кетейін және өте оңай және тез шығару жолдарын сіздерге көрсететін боламын. Келесі, енді мұндан рисование таңдап алайық. Ал кетті оқушылар, бірінші есепте не дейді бізде? 8-ші бірінші есепте n элементтен тұратын қайталанбайтын алмастырулар саны қандай формула есептелінеді? Бұл жерде бізде бұл формуланың белгілі бізге және күнде қолданып жүрген формулалар десек те болады. Және бұл n факториал. Енді қараңыздар, осыған бір кішкене бір мысал келтіріп кете салайын. Мысалды келтіре салайын, бір мысал. Pn осы формула. Енді қайталанбайтын алмастыру формуласы осы болады. Енді бізге бір сан берілсін. Енді P2 десек мақұл. 5 дейік. P5. P5. Енді P5 дегеніміз ол 5-тің, енді n орнына 5 факториалын аламыз. Бұл жерде бізде 1, 2, 3, 4, 5 санның көбейтіндісі болады. Енді қараңыздар, енді бұда не дейді? Көбейту жеңіл үшін осылай бөліп алсақ болады. Яғни 2, 3, 6, 20. Сонда 120-ға тең болады. Және сіздермен мысалын енді көрсеттім. Бұл біріншісі. Енді бұл жеңіл формула. Екіншісі бізде не дейді? n элементтен тұратын қайталанбайтын орналастырулар саны қандай формуламен есептелінеді? Бұл формулада бізге белгілі a n k деген формула. Бұл жерде бізде a n k n факториал бөлімінде n минус k факториал n минус k факториал, және осы формула тең болады бізде. Осы формула. Енді бұғана кішкене мысал келтіре салайын. Түсінікті болу үшін a 4-тен 2-ні тере салайық. Қалай болады екен? Есептеп. a 4-тен 2, 4 факториал, минус 4 минус 2 факториал, факториал қалып қойыпты. Тең болады. Бұл жерде бізде 2 факториал деп аламыз. Бізге өте жеңіл болу үшін 3 көбейтілген 4. Факториал деген ұғымды түсінесіз деген ойдамын. Ол және мысалы 3-дің факториал болса, соған дейінгі сандардың көбейтіндісі деп аламыз. Және бұл жерде бізде 2 факториал қалады. 2 факториал қысқалса бізде 12. Және бірінші есепте бізде формуланы сұрағаннан кейін бұны қарастырдық. Енді келесі есеп. Бұны мен сразу жазып ала салдым, уақытты созбау керек болғандықтан. Және келесі бұл жерде бірінші есеп 8-ші есепте. Есептіңдер деген біріншісі 4 факториал. Бұны бастапқыда түсіндіріп өттім. Және бұл жерде сразу жазамыз. Есепте 2, 2/6, сонымен 24. Келесі P6 және бұл қайталанбайтын алмастырудың формуласы бұл. Және 6 факториал дейміз, 6-ға тең сандардың көбейтіндісі болғандықтан бұл жерде бізде нешеге тең болады? 6, мұны жаңа сіздер бастап үйреткендей 6, мұны 3 бөліп көбейтіп аламыз. Және 6-ға тең болады. 20, 4 көбейсең 20, 120, 6 көбейтсек бізде 720. Келесі үшіншісі. Бұл жерде күрделілендіріп берді бізге. Және P7-ні және P5-ке бөлеміз. Және қайталанбайтын алмастыруын берілген барлық есептер бұл жерде. Келесі 7 факториалды тең бөлінген 5 факториал. Бұл жерде жеңіл өзіміздің ыңғайлы алу үшін 5 факториал көбейту 6-7 деп аламыз, өйткені бөлімі бізге қысқарып кету үшін керек. Және бұл жерде бізде мәні қанша болады? 42. Келесі 6 факториал бөлінген 8 факториал және бастапқыдай. Және бұл жерде 8 факториалды 6 факториал көбейтілген 7 және 8 деп аламыз. 6 факториал қысқарады. Бұл жерде 56. Келесі бұл жерде 5 пен 6-да кішкене күрделендірген. P8 бөлінген P7 және қосылған P5 бөлінген. Бұлай жазылайын. Және 8 факториал мен 7 факториал қосылған 5 факториал бөлімінде 6 факториал. Енді бір-біріне қосу арқылы.
Енді 8 факториалды бастапқыда жазып аламыз. Бұл жерде 7 факториалмен 7 факториалға салып 8 қалады. Келесіде 6 факториалды жазып аламыз. Және 5 факториал көбейткен 6-ға. Енді 5 факториалмен 5 факториал қысқарса, бұл жерде бізде неше қалады? 8 қалады. Қосылған 1 бөлінген 6 қалады. Бұл жерде тең болады. 6-тан береміз. Бұны есептей салайық. 6 тең. 6 және 8 неше? 48. Қосылған 1 тең болады. Бұл жерде 6-тан 49 деп алсақ болады. Енді бұны осылай қалдыра салайық. Енді бұны аралас бөлшекке де келтірсек болады. Аралас бөлшек қалай келтіреміз? Енді бұл жерде тең деп аламыз. 6. Енді 49-ға жақын қандай сан бар? Мысалы 6-ға неше көбейтсек 49-ға жақын болады. 6-ға 6-ны көбейтсек 48 болады. 48 болады. Оған 1-ді қосамыз. Енді 1-ді алымда жазып қоямыз. Және аралас сан бөлшек түрінде осылай жаза аламыз. Келесі 9 факториал бөлінген 7 факториал аламыз. 7 факториал бөлінген 5 факториал. Бұны енді бастапқыда есептейміз. 7 факториалмен 7 факториал қысқартып, 5 факториалмен 5 факториал қысқартамыз. Өйткені түсінікті деп ойлаймын сіздерге. Келесі 8-ге 72 72 азайтамыз. 42. Өйткені 6-ға 7-ні көбейтсе 42. Жауабымыз нешеге тең болады? 30-ға. Және оқушылармен бірге 8-ші есепті қарастырдық. Және енді келесі 8-ші есепке өтейік. Не дейді? 8-де 3-ші есепте не дейді? Біріншісінде 3334 саны өзгеретіндей етіп цифрларды алмастыру санын табыңдар дейді. Бұл жерде бізде 3334 сан өзгеретіндей етіп цифрларды орындарын алмастырамыз. Және қанша сан бұл жерде жаза аламыз, енді орындарын алмастыру арқылы. Енді бұны осы санды өзін белгілеп қояйық. Орындарын алмастырып былай жазсақ болады. 3343 3433 және 4333 деп жаза аламыз. Және бұның жауабы да осыған тең болады. Осы. Енді қараңыздар оқушылар, бұны біз бір формула салсақ та шығады. Ол қандай формула? Қайталанатын алмастыру. Қайталанатын алмастыруға салсақ болады. Ол формуламыз қандай? Мұнда жазып кетейін. Сәл кішкене ұзақ формуланы қысқартып жазамын. P n 1 факториал n2-ның факториалы және көбейту n-k факториал деп алғызылам. Енді келесі n факториал бөлімінде n1-дің факториалы көбейтілген n n1-ге не болып қалды? Келесі мұны өшіріп тастайық. n факториал n1-дің факториалы n2-ның факториалы n-k-ның факториалы деп аламыз. Және осы формуламен шығарсақ болады. Енді бұны қазір екіншісіне қолданамыз. Біріншісі бізде осылай келеді. Енді бұны біріншісіне де қолдансақ болады. Енді екіншісіне қолданып көрсетейін сіздерге. Бұл жерде не дейді екіншісінде? 3334 саны өзгермейтіндей етіп цифрларды алмастыру санын табыңдар. Санын табамыз. Келесі. Енді бұны формуланы өзіне салайық. Енді 3334 берілгені. Енді бұл жерде бізде неше сан? P 4 санға тең. Түсінікті ғой, P4 тең болады бізде. Жалпы сан неше бізде? 4 сан, 4 факториал. Ал оған дейінгі біздерде қайталанған сан неше бізде? 3. Яғни 3 факториал деп аламыз. 4-тен 3 деп жақшаның ішіне бөліп аламыз.
тең болады біздің нешке? 3 факториал бөлінген 4 бөлінген 3 факториал. Тең болады бұл жерде бізге. Yok oldu. Тең болады бізде. Aynen. Туған жерге тұрып қалыпты. Бұл жерде бізден нешке тең болады? 4-ке. Енді келесі есеп. Комбинаторика сөзді өзгермейтіндей етіп әріптерді алмастырсаң тағыңыздар дейді. Өзгермейтіндей етіп. Бұл жерде бізде қараңыздар. Үшіншісі. Дейді. Бұл жерде бізде қайталанып тұрған